Саламатсыздар ма? Бүгін компьютерлік желілер және желілік басқару сабағынан әдеттегідей зертханалық жұмысты орындап көретін боламыз. Тақырыбымыз хаб арқылы жұлдызша желісін модельдеу. Яғни бұл зертханалық жұмыстың басты мақсаты Cisco Packet Tracer бағдарламасында жұмыс жасау және де бір компьютер немесе бірнеше компьютерлерге хабарлама жіберіп көру. Ең алдымен бізге біріншіден әрине Cisco Packet Tracer бағдарламасы қажет, және де бағдарламаның ішінде біз осылай 4 компьютерді орнатып қояйық. Яғни осылай 4 компьютерді қоямыз, және де бізге бір сервер қажет. Серверден кейін зертханалық жұмыстың атына сай бізге бір хаб керек. Яғни хабты осылай қойып шығамыз. Әр қайсын біз жалғайтын боламыз. Ол үшін бізге тікелей кабель қажет. Бірінші компьютердан хабқа қарай жалғаймыз, яғни Fast Ethernet 0. Келесі кабельді қайтадан таңдаймыз да, Fast Ethernet 0-дан хабқа дейін Fast Ethernet 1 болады. Яғни өзі ретімен көрсетіп тұрады барлығын. Осылай 4-ші компьютерімізді хабқа жалғаймыз. Барлығын жалғап болғаннан кейін серверді жалғайтын боламыз. Бұл жерде де өзінің ретімен көрсетілген бәрі. Ал енді өзіңізге ыңғайлы болу үшін біз қазір әр компьютердің ішіне кіріп IP адрестерін беретін боламыз. Ол үшін біз шатаспас үшін осы жерге өзімізге белгі ретінде IP адрестерін көрсетіп кетсек болады. Бұл өте ыңғайлы. Яғни мен бірінші компьютерға 192.168.1.1-ді берсем, екінші компьютерға 192.168.1.2, үшінші компьютерға 192.168.1.3 және де төртінші компьютерға 192.168.1.4-ті беретін боламын. Серверға 192.168.1.10. Яғни сіздер өздеріңіз әртүрлі IP адрестер таңдасаңыздар болады бұл зертханалық жұмыста. Мысалы, мына жерге 192.001.002 деп алсаңыздар болады. Ал енді осының барлығын белгі ретінде жазып қойғаннан кейін әр компьютерға кіріп, осы IP адрестерді беретін боламыз. Яғни мен қазір бірінші компьютерға кірдім. Настройкасынан осы жерге кіреміз. Яғни бірінші IP адресіміз біздің 192.168.1.1. Маскасы өздеріңіз білетіндей, алдыңғы зертханалық жұмысты түсіндіргем, өзі автоматты түрде шығады. Ал енді екінші компьютерға дәл сол IP адресті берем. 192.168.1.2. Осылай әр компьютердің ішіне настройкасына кіріп, IP адрестерін беріп шығатын боламыз. 192.168.1.3 және де 4-ші компьютеріміз біздің 192.168.1.4. Осылай. Әрі қарай, мысалы, біз компьютердің атауын өзгертсек болады. Мысалы, бірінші компьютер, өзіміз реті бойынша екінші компьютер, немесе компьютер деп жазсаңыздар да болады. Үшінші компьютер. Себебі бұл жерде 0-дан басталғандықтан ыңғайлы болмайды, бірақ өздеріңізге ыңғайлы болу үшін осылай жазып қойсаңыздар болады. Әрі қарай барлығын IP адрестерін бергеннен кейін сервердің IP адресін береміз. Біз сервердің IP адресін 192.168.1.10. Мына, барлығын IP адрестерін бердік. Енді біз осы жерде симуляция режимі арқылы бір компьютерден келесі компьютерға хабарлама жіберіп көрейік. Яғни бірінші компьютерден екінші компьютерға хабарламамыз барып жатыр. Яғни біз таңдаған компьютерға ғана бару қажет. Яғни міне көріп тұрғандарыңыздай X белгісі. Яғни қазір мына компьютерді көретін боламыз.
Міне мен екінші компьютерға жібердім. Міне белгіміз шықты, яғни хабарлама барды деген сөз екінші. Бұл жерде бір ерекшелік, мысалы барлық компьютерға хабарлама жіберіліп кетпетсек, өзіңіздің таңдаған компьютеріңізға ғана барады. Ал енді пинговать етіп тексеріп көрейік. Мысалы екінші компьютерден бірінші компьютерға, яғни ол үшін бізге команда строкаға кіреміз. Мен қазір екінші компьютерді таңдап тұрмын. Ол үшін бізге пинг, яғни өздеріңіз білетіндей пинговать етеміз. Бірінші компьютердің IP адресін көрсететін болам. 1. Міне қазір хабарлама барып жатыр. Яғни міне көріп тұрғандарыңыздай хабарламамыз барды. Немесе келесі компьютердің IP адресін жазып көріп, яғни екінші компьютердан төртінші компьютерға дейін. Міне хабарламамыз барлығы жүріп тұр. Осымен бүгінгі зертханалық жұмысымыз аяқталды. Сіздер міндетті түрде Cisco Packet Tracer бағдарламасын өзіңіздің ноутбугыңызға жүктеп, осы зертханалық жұмысты орындап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.